Қала көшелеріне қоларбаға танылған жандардың еркін жүріп тұруына жағдай жасалмағанын айтып, мәселе көтерген Қандай қаласының тұрғыны бірінші топ мүгедегі Бағдат Орынбасар редакцияға хабарласып, журналистерді өзімен бірге қаланы аралауға шақырды. Сөйтіп біз кәсіпкерлік нысандар мен халыққа қызмет көрсететін орындарға барып, пандустардың жағдайын көзімізбен көрдік. Қаланы аралау барысында халық көп шоғырланатын Алпамыс Батыр саябағына, сол маңдағы тұрмыстық техникалар сатылатын Сулпак сауда орталығына және Халық банк бөлімшесінің филиалына бас сұқтық. Аталған жерлердің қайғайсында да пандус мәселесі алдымыздан шықты. Мәселен, саябақта пандустың мүлдем қарастырылмағандығы, сауда үйіндегі пандустың тым биіктігі, ал банктегі банкоматқа барар жерде кедергі қоларбадағы жанның мүмкіндігін шектейтін көруге болады. Мен мүмкіндік шектеулі жан орынбасар Бағдат, осы Қандай қаласына 2019 жылдан бері осы Қандай қаласына келіп, осы жақта тұрып жатырмын. Біз мүмкіндік шектеулі жан бірінші топ болғаннан кейін біздің пенсиямызды осы Народный банкке береді бірінші топтарға. Народный банктан бізге алу тиімсіз, пандустар талапқа сай келмейді, банкоматқа қолымыз жетпейді. Одан кейін тек қана бұны шектелмейді. Мысалы, қоғамдық орындарға барсаң да жүре алмайсың, паркке барсаң да пандус жоқ, киім дүкені, мысалы, тамақтануға, асханаға баратын болсаң, ешқандай жағдай қарастырылмаған. Жолдардың өздері де нашар болып тұр осы қалада. Сол мәселені әкімдік қараса деп ойлаймын енді. Осы үйге де, мысалы, этаждамда тұрамын, ода да пандус жоқ. Енді жұрттардың көмегімен енді көтеріп өтпейді. Әзірше солай жүрміз. Материал дайындау барысында аудандық мәслихат хатшысы Роза Мусеноваға аталған мәселеге қатысты арнайы сауал жолдадық. Жергілікті өкілетті органның өкілі бұл мәселені аяқсыз қалдырмайтын, жауапты мамандармен бірлесе отырып нысандарды аралап шығатынын айтты. Нәтижесінде арнайы топ аудандық аурухананың емхана және стационар бөліміне кіре берістегі пандус қойылған, бірақ оларды талапқа сай етіп, жаңарту жұмыстарын жүргізуге қажеттігін ескертті. Мәслихат хатшысы бастаған топ халыққа қызмет көрсету орындары мен ірі кәсіпкерлік нысандарының иелеріне де мүмкіндігі шектеулі жандарға толыққанды жағдай жасау қажеттігін ұсынды. Айта кету керек, ауданда қазіргі таңға 1578 мүмкіндігі шектеулі жан, оның ішінде 119 бірінші топтағы мүгедек, 565 екінші топтағы мүгедек, 623 үшінші топтағы мүгедек және 16 жасқа дейінгі 217 ерекше балалар бар, ал қоларбадағы танылғандары 66 адам. Арнайы мұғалжар үшін Нұрғаным Кесікқұл, Зайырбек Зайытұлы.